Жазда күнге неғұрлым жақсы күйсең, қыста соғұрлым аз ауырасың деген тіркесті сіз де естіген шығарсыз. Бірден айтайын, бұл жай ғана миф. Күн көзі тек серотонин гормонымен, яғни жақсы көңіл күймен, жылулықпен немесе әдемі зігармен ғана емес, сонымен қатар ерте қартаюмен, терідегі ракпен немесе ағзаның қабынуымен, ДНК-ның бұзылуымен де тікелей байланысады. Сол үшін күн көзінен белгілі мөлшерде қорғану керек. Күн көзінің бізге ең пайдалы тұсы таңғы 6:00 мен 8:00 аралығы. Міне, осы аралықтарда сыртқа шығатын болсаңыздар, денеңіз күннен өзіне қажетті барлық пайданы алады. Ал ары қарай күн ұзарған сайын күндегі радиацияның көлемі артады да, ондай күн сәулесі бізге керісінше зиян келтіреді екен. Сол үшін түскі уақытта, күндізгі уақытта сыртқа шығатын болсаңыздар, жиыны ұзын киімдерді, рубашкаларды киюді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар басымызды да қорғаймыз. Кепкалар, шляпалар, панамалар, бұның барлығы бізді күннің зиянды сәулесінен сақтайды екен. SPF кремдерге қатысты айтарым, крем қанша жерден сапалы болса да, құрамында химикатты қоспалардың барын ұмытпаңыздар. Және де біздің теріміздің өткізгіштік қасиеті барын да ұмытпаңыздар. Яғни біздің теріміз өзіне жағылған барлық затты бойына сіңіреді де, ішімізге қан айналым жүйесіне қарай лақтырады. Ал егер қан айналым жүйесі күнделікті химикат түсетін болса, әрине ол біздің гормоналды фонға әсер етеді. Сол үшін SPF кремдерді күнделікті жағуға болмайды. Сонымен қатар, ыстық кезеңдерде біз метаболизм баяулайтынын да ескеруіміз керек. Сондықтан жаз мезгілдерде біз рационымызда клетчаткаға, коллагенге және жеңіл сіңімді амин қышқылдарға акцент жасайды екенбіз.